Жалпы садақа деген кезде біздің қоғамда белгілі бір қаражатпен, теңгемен өлшейді. Алайда пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның көптеген хадистерінде табассумука иля вajhi ахик садақа. Сен бауырыңа жылы жүзбен күлімдеп қарауыңның өзі садақа. Яғни қандай да бір сізден шығын шықса, ол сіздің садақаңыз. Өйткені сенімді хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кімде-кім бау-бақша ексе, егін ексе, сол егіннен, бау-бақшадан ұрлықшы ұрласын, мал жесін, басқа да шығын шығатын болса, түрлі себептермен ол оған садақа дейді. Демек, мұсылманның әр қандай да бір мұсылманнан шыққан шығын оған сауап әкеледі, оған садақа ретінде саналады. Өйткені Айша радиаллаху анхаға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Я Айша, инна лаки минал ажр аля қадари насабик ау нафақатик." Я Айша, сенің сауабың шығыныңа қарай, шаршауыңа қарай беріледі.